Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын кешкі асты бірге дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен су, жұмыртқа, тұз және електен өткізілген ұн керек болады. Ең бірінші кезекте біз қамыр илеп болуымыз керек. Ол үшін судың үстіне жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстіне тұзды салып, жақсылап тұрып, тұзымыз ерігенше жұмыртқамызбен араласқанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң сұйықтығымызды ұнның үстіне құямыз да жақсылап тұрып қолымызбен қамыр илеуге көшеміз. Егер де сіз менің каналыма алғаш келіп отырсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Өйткені менің парақшамда оп-оңай болып дайындалатын тағамдар, тәттілер өте көп, және де алдағы уақытта да салып отырамын. Міне біздің қамырымыз осында қолымызға жабыспайтын, бірақ та жұмсақтау болып келеді. Енді бұл қамырымызды целлофанның көмегімен жауып қоямыз, яғни қамырымыз бір-біріне бірігіп жұмсаруы керек. Енді біз тағамымыздың салмасын дайындайық. Ол үшін бізге асқабақ, пияз, картоп және дәміне қарай тұз, бұрыш керек болады. Ендеше көкөністерімізді турап бастайық. Ол үшін ең алдымен пиязымызды аламыз да жақсылап тұрып осылай видеодағыдай етіп кубиктап турап шығамыз, яғни төртбұрышлап барлығын майдалап турап шығамыз. Пиязымызды турап алдық. Енді асқабаққа көшеміз. Міне асқабақты осындай үккіштің көмегімен өткіземіз. Егер де турасаңыздар қатты болып әдемі емес көрініп қалуы мүмкін. Сол үшін осындай үккіштің көмегімен міндетті түрде өткізетін боламыз. Келесі кезек бізде картоп. Картопты да тура осы үккіштен өткіземіз. Сол кезде әдемі үйлеседі. Міне көкөністеріміздің барлығын турап болдық. Енді тұз, бұрышын қосып, жақсылап тұрып қолымызбен араластыратын боламыз. Араластырғанда міндетті түрде қолдарыңызбен мыжып жіберіңіздер. Сол кезде біздің көкөністеріміздің суы бөлініп, әдемі болып шығады. Міне біздің тағамымыздың салмасы дайын. Енді қамырымызды жаюға көшейік. Біздің қамырымыз шамамен жарты сағаттай целлофанның ішінде тұрды. Міндетті түрде шығарған соң осылай қолымызбен илеп жібереміз. Сол кезде біркелкі болып әдемі болады. Осылай екі бөлікке бөліп аламыз да, екеуін осылай дөңгелектеп аламыз. Енді екеуін кезектестіріп отырып, ұнның көмегімен жаятын боламыз. Қамырымызды қатты қалың емес, немесе қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жұқалап тұрып жаятын боламыз. Егер де уақыттарыңызды үнемдегілеріңіз келсе, қамырлардың барлығын осылай кезек-кезек екеуін жайып отырыңыздар. Міне біз қамырларымызды осылай жайып алдық. Енді тура видеодағыдай етіп көлденеңнен осылай ұзыннан кесіп алатын боламыз. Міндетті түрде осылай видеодағыдай етіп кесеміз. Қамырларымыз барлығын ұзыншалап кесіп алғаннан соң осылай ортасына салманы салып шығатын боламыз. Осылай видеодағыдай етіп барлығын салып шығамыз. Біз жасаған жаңағы салманы міндетті түрде екіге бөліп алыңыздар. Өйткені бізде екі қамыр, сол екі қамырға бірдей етіп салып шығамыз. Міне салмасын салып болғаннан соң видеодағыдай етіп барлығын осылай түйіп шығатын боламыз. Және роза гүлдерге ұқсатып, яғни раушан гүлдерге ұқсатып орайтын боламыз. Міне осылай біздің тамағымыз дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақтарға дайындасаңыздар да болады. Осылай түрі де әдемі, жасалуы да аса бір қиын емес. Осындай әдемі тамақ шығады. Міндетті түрде дайындаңыздар, достар.
Міне осындай раушан гүлдерге ұқсас орамамыздың барлығын дайындап алдық. Міндетті түрде манты қазанымыздың астын майлап аламыз. Майланған табалардың үстіне осылай әдемілеп салып шығамыз. Қатты бір-біріне жабыстырмай салыңыздар. Манты қазанымыздың қазанына су құйып, міндетті түрде газға қайнатуға қойып қоямыз. Осылай су қатты қайнағанда манты қазанымыздың табаларын қоямыз. Біздің тағамыз дәл 45 минутта піседі. Міндетті түрде сағатқа қарап отырыңыздар. Міне осымен біздің тағамыз дайын, осылай пісіп шықты. Бар болғаны осындай үйде бар заттармен дайындалады, әрі өте әдемі, әрі ең бастысы дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы тағамды дайындап, дәмін көріңіздер, және отбасыларыңызға ұсынар кезде осындай айранмен, немесе майонезбен, немесе әртүрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Істеріңізге сәттілік. Сіздермен бірге болған Раушан.